туған жерім Суар, Үрімші қаласы, 97 жылы туылдым. Біз Алматыға 2004 жылы отбасымызбен бірге көшіп кеттік. Күләш Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған музыка мектеп-интернатына берді. Сол бірінші класстан бастап негізі сол жақта интернатта жатып, музыка оқып өстім. Бүгінгі таңда 4 тілде сөйлей алам. Ол яғни қазақша, өзімнің ана тілім, орысша, ағылшынша және қытайша білем. Ал енді болашақта ойымда бар испан тілін үйренуге құлшынып жатырмыз. Сол кезде полиглот болатын шығармын. Музыкаға келетін болсақ, мен әкем негізі музыкант, пианист, Шанхайский консерваторияны бітірген. Мамам тоже негізі сахнада көбінесе ведущий болып жұмыс істеген. Өздері сол негізі өнерге жақын адамдар болғаннан кейін мені өнер саласына берді деп ойлаймын. Мен негізі 3 түрлі музыкалық аспапты ойнай аламын. Оның біріншісі, яғни өзім оқыған мамандығым, ол эстрада әртісі деп аталады. Соның ішінде үрдемелі аспаптар бойынша труба деп аталады, ағылшынша trumpet дейді. Яғни қазір өзімнің кәсібім. Өйткені бала кезімнен бастап сол аспапты үйренумен өтті. Көптеген конкурстарға қатыстым. Соның музыканың арқасында шетелді көрдім. Негізінен менің оқыған мамандығым джаз, эстрада, классика. 3 түрлі бағытта біз білім алдық. Соның ішінде тағы да мен айта кетейін деген бізде мысалы міндетті түрде өзіміздің, яғни қазақ ұлттық аспабымызды бірге алып жүру керек болатын мектепте, міндетті түрде. Сол мен өзіме ұнағаны сыбызғы болды. Сол кезде өзім сыбызғыны талдадым, 4-5 жылдай дайындалдым, тоже конкурсқа қатыстым. Сыбызғыға келсек, әрине ол өзіміздің қазақтың халық аспабы. Ол жайлы мысалы көптеген деректер бар. Яғни біздің көне терең тарихы бар аспап деп айтсам болады. Мен байқағаным, Америкада сыбызғыны да мысалы заманауи әуенге салып көруге әбден болады. Технология жағынан айта келетін болсақ, аранжировка, жақсы бит, екеуін араластырып, біздің халық аспаппен заманауи әуен өңдеуге әбден мүмкін. Үшіншісі пианино. Бұл аспап негізінен Европа халқына тән деп айтсам болады. Өйткені ол жақта яғни классиканы, джаз, эстрада музыкаларында өнер көрсету әбден болады. Америкаға келген мақсат, мысалы өзімді тұлға ретінде дамытқым келді, бірінші мақсат. Екінші жағынан өзім білімімді арттыруға, өзімнің қандай мысалы жетістіктерге жете алатыныма көз жеткізім келді. Қазір негізінен мен музыкадан тыс кәсіппен айналысып жүрмін. Оның бірі real estate, жылжымайтын мүлікпен, мысалы сондай компанияда істеп жатырмын, жылжымайтын мүлікпен айналысатын компанияда. Енді шығармашылық әрине ол өмір бойы өзіммен бірге жүретін нәрсе. Өйткені енді бала кезімізден мысалы сол музыка тыңдап өстік, музыка ойнап өстік, көптеген концерттерде болдым. Негізі шығармашылық жағынан айтатын болсақ, енді өзімнің жеке ойымда бар, өзімнің жеке студиямды ашып, сол жерде ары қаратай жалғастырамын ба деген ой. Тек қана бір кәсіппен шектелмей, өзіме ұнайтын кәсіптерді ала жүруге неге болмасқа деп ойлаймын. Жақында бір қазақ кісімен таныстым, оның өзінің
управлениясында, яғни басқаруында концерт залы бар екен. Ол сол жерге маған мысалы шақырып, сол концерттерде, фестивальдарда ойнауға мысалы мен келісімді бердім. Сондай аты шыққан әлемге концерт залдарда өнер көрсету, ол мен ойымша әр музыканттың арманы. Өйткені бір жағынан ол жақтағы мысалы көрерменнің көңілінен шығу үшін, мысалы концертный залда ойнауға қол жеткізу үшін, мен ойлаймын, өнер адамы ол біраз сынақтардан өту керек. Оған тегінен ешкім барып өнер көрсете алмайды, сондықтан ол да бір ең үлкен жетістік өнер адамының жолында. Әлі мен ойлаймын, бағындыратын белес көп, сондықтан енді қазір айта кетсем, негізінен көп уақытымды мен сол өзімнің проектіме арнап жатырмын десем болады. Енді болашақта арман деген көп қой ол. Бірақ негізгісін айта кетсем, енді осы Америкада алған білімді, алған тәжірибемді Қазақстанға барып, біздің жастарды үйрету, біздің жастарға көрсету, тәжірибе жинақтап, өзіміздің мысалы мемлекетте дамытуға үлесін қосса, онда мен ойлаймын, ол әлдеқайда тиімді және қолжетімді болады деп ойлаймын.